Қайырлы күн достар, менің есімім Сәуия, Орал қаласының тұрғынымын. Бұл VP компаниясының LF клеткалық жасушалық өнімін ішкеніме 5 жыл. Бұл LF 8 клеткалық тағамы, яғни жасушалық өнім VP компаниясының капсула түріндегі флагмандық өнімі. Бұл жаңа маған энергия береді, шашымды жақсы өсіруге және иммунитетімді қолдауға, жалпы ағзамды сауықтыруға үлкен әсер етеді. Бұл LF8-дің құрамын мен өте жақсы көремін. Себебі LF8-ді ішу арқылы мен өзімнің денсаулығымда үлкен нәтижелерге жеттім. Менің салмағым 97 килограмм болатынды. Қазіргі кезде менің салмағым 82 килограмм. Және бұл LF8-ді ішу арқылы, достар, менің қант түсті. Қандағы қант мөлшері түсті. Оған дәлелім, мен 2020 жылдан бастап іштім ғой. Міне жаңа 2022 жылғы нәтиже, менде де жаңа эндокринологическое здоровье деген жазылып тұр, және эндокринолог сау деп. Бұнда жаңағы қандағы қант мөлшері 7 болды. Енді былтыр тапсырғанда міне определение гемоглобина в крови на анализаторе деген бізде жаңа сынама тапсырамыз. Қан мөлшері менде 6-50, достар, 6-50, 6-30. Яғни менде жаңағы бұл LF-ті жақсы көремін, себебі маған жақсы нәтиже берді. Екінші нәтижем, достар, мен деген көп балалы анамын. Менде жаңағы фиброзная кистомастопатия деген диагнозбен қатар, менде жаңағы миома деген диагноз болды. Қазіргі күні міне 2022 жылы гинекологическое здоровье деген жаңағы анықтама тұр. Бұнда жаңағы, достар, менде миома кетті. Осы LF8-ді. LF8-дің құрамы өте жақсы, ұнайды, адаптогендер бар, саңырауқұлақ бар, рейши, кардицепс, арыстан жалы, жасыл шай, ашваганда, L-тианин, тирозин, бакопа, гуарана, және В тобындағы дәрумендері В1, В2, В3, В5, В8, В7, В9, В12 көп болғандықтан, менде осы LF8-ді қабылдау арқылы менде қазір артрит, артроз жоқ. Қол, аяқ буындарым сырқырамайды, ауырмайды. Вальс биін жақсы көремін, қара жорға биін билеймін, белсенді өмір сүремін. Осы 5 жылдың ішінде мен жасардым, эффекті қойып отырған жоқпын. Жаңағы бетімдегі терең әжімдерді алып, жинақтап, жаңағы менің денсаулығымды жақсартты. Асқазанымда эрозия кетті, және сонымен қатар асқазан шек жолдарының жұмысын жақсартып, запор, геморрой деген кетті. LF-ті жақсы көремін, қазір профилактика үшін ішемін. Бұл менің таңертеңгілік тамағым.